Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бірге 120 секундта қаржылық сауаттылық айдары. Сіз шағын қалада жаныңызға жақын, халыққа пайдалы, табысы мол бизнес бастағыңыз келеді ме? Ендеше біздің арнаға жазылып, лайк баса кетіңіз. Бүгін шағын қалада жақсы табыс көзі болатын 5 түрлі бизнес идеяны ұсынамыз. Назарларыңызда 120 секундта қаржылық сауаттылық айдары. Сізден лайк, бізден контент. Сонымен, бірінші бизнес идея қосымша білім беру немесе баланы дамыту орталығын ашу. Мұндай орталықтар қашанда болсын сұранысқа ие. Әсіресе олар жаңадан салынған аудандарда тапшы келеді. Жиһаз жасап, оны өзіңіз жеткізіп, өзіңіз құрастырып бере аласыз. Бұны екінші бизнес идея деп қарастыруға әбден болады. Оның үстіне жаңа жиһаз жасап қана қоймай, ескісін қаптап, жаңартып беретін қызмет ұсынсаңыз, тіптен тиімді. Үшінші бизнес түрі кілттің көшірмесін жасау. Кәсіптің бұл түріне аса көп қаражат керек емес. Арнайы машина, матрица, кілт көшірмесін жасайтын үлгі алсаңыз жетерлік. Оның үстіне бұл бизнесті кеңейте аласыз. Мысалы, үйдің кілтінен басқа автокөлік кілтіне де көшірме жасауға болады. Төртінші, табысты кәсіптің тағы бір түрі ол наубайхана ашу. Нан өнімдерінсіз ешбір дастарханды елестету мүмкін емес. Ал егер шағын қалаңызда дүкен, оқу орнысында мекемелер ішінен пісірген өнімдеріңізді сататын жер тапсаңыз, тіптен жақсы. Егер бар уақытыңызды кәсіпке арнағыңыз келмесе, маусымдық бизнесті байқап көріңіз. Әр маусымда немесе мерекеге орай сұранысы өте жоғары тауарлар мен қызмет түрлері болады. Жаңа жыл қарсаңында шырша, отшашу, тіпті сыйлықтар боксын әзірлеп сатсаңыз болады. Ал 8 наурызға орай гүл саудасымен айналыса аласыз. Қорытындылай келе, тәуекел етіп бизнес бастауға мүмкіндік мол. Міне, бүгінге айтарымыз осы. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздің назарларыңызда 120 секундта қаржылық сауаттылық айдары болды. Келесіде кездескенше сау болыңыздар.